Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің өкімімен облыс әкімінің орынбасары лауазымына Арман Сәбитұлы тағайындалды. Облыс активімен өткен жиында аймақ басшысы жаңа орынбасарының жауапты басшылық лауазымдарда тәжірибесі барын айтып, қызметіне сәттілік тіледі. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев бұған дейін бұл қызметті атқарып келген Жолдымұрат Ермұханұлы Аманбаевқа құрмет көрсетіп, зейнет демалысына шығарып салды. 40 жылдан астам уақыт әр салада абыройлы қызмет атқарғанын айтып, асқарлы 63 жасымен құттықтады. Жолдымұрат Ермұханұлы, сіздің өткен 63 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын мен. Сіз бұл мерейлі жасқа асқақ абырой, жарқын жетістік толысқан тәжірибемен жетіп отырсыз. Терең білім, берік ұстаным, іскерлік қабілет және азаматтық қасиетіңіз сізді қатардағы ферма жұмысшысынан танымал саяси қайраткер, қаржы саласының майталманы, облыс әкімінің орынбасары лауазымына дейін көтерді. Еліміздің жаңа астанасы Нұр-Сұлтан қаласының жаңа кейіпке еніп қалыптасуы жолында өзіңізде іскер азаматпен әріптес болғаныма мен өте қуаныштымын. Отанымыздың өркендеуі мен Түркістанның баянды болашағы жолында әлде талай ел сүйсінер елеулі істер атқаратыныңызға мен кәміл сенемін. Сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, отбасыңызға амандық, құт береке тілеймін. Арман Сәбитов 1984 жылы Шымкент қаласында туылған. Білімі жоғары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің аспирантурасын бітірген. Мамандығы бойынша экономист, экономика ғылымдарының кандидаты, мемлекеттік аудитор. Еңбек жолын Азамат аудит жауапкершілігі шектеулі серіктестік аудиториялық мекемесінде аудитордың ассистенті болып бастаған. 2004-2011 жылдары аудиторияда аға ассистенті, менеджер жоба басқарушысы, Алматы қаласындағы өкілдік басқарушысы лауазымдарын атқарған. 2011-2016 жылдары Алматы қаласы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі болған. 2016 жылдың желтоқсан айынан бастап Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппаратының басшысының орынбасары қызметін атқарған. 2017-2019 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы, одан әрі Түркістан облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басқарған. 2019 жылдан бері президент әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспекторы, президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметтерін атқарып келген. Алтынбек Әмид, Әділбек Сұлтанхан, RTV жаңалықтары.